Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 71-ші сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Нұрсұлтан мен Алматы. Балалар, өлеңнің тақырыбына қараңдаршы. Нұрсұлтан мен Алматы қаласын жазыпты, балалар? Қаланың аттары бас әріппен жазылады, міндетті түрде. Сөйлемнің басында келсе де, сөйлемнің ортасында келсе де, қаланың атын көретін болсақ, оны бас әріптен бастап жазамыз. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұрсұлтан мен Алматы еліміздің тіреуі. Екеуі жер жаннаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұрсұлтан мен Алматы. Бұл өлеңнің авторы Серікбай Оспанұлы. Балалар, сандықшадағы жер жаннаты сөзі ең көрікті, жанға жайлы жер деген мағынаны білдіреді. Балалар, өлеңде не туралы айтылған? Біздің Нұрсұлтан және Алматы қалалары туралы айтылған. Біздің бас қаламыз, астанамыз Нұрсұлтан қаласы. Алматы мен Нұрсұлтан қаласын еліміздің тіреуі, жердің жаннаты, елдің қанаты деп керемет сипаттаған. Және балалар, қала аттарын міндетті түрде бас әріппен жазуды ұмытпаймыз. Олай болса, келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді оқып, жер, су аттарын теріп жаз. Жәнібек Нұрсұлтанда тұрады. Нұрсұлтан қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Ол демалыста Атырауға барды. Жайық өзені қаланы екіге бөліп тұр. Адамдар өзеннен көпір арқылы өтеді. Жер, су аттарының қалай жазылған қарайықшы балалар. Сөйлемде берілген Нұрсұлтан, Есіл, яғни өзеннің аты, Атырау қаланың аты, Жайық өзеннің аты. Жер, су аттарын да біз бас әріппен жазуды ұмытпаймыз балалар. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп айт. Тараз, Қарағанды, Семей, Ақтау. Бұл қала аттары. Ал қала, ауыл сөздері жай ғана сөздер. Марғұлан ол адамның аты. Іле өзеннің аты. Балалар, біз тек қана қаланың атын айтамыз. Қарағанды, Тараз, Семей, Ақтау. Олар неліктен бас әріптен жазылған деп ойласыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Өйткені жер, су, қала аттары бас әріптен бастап жазылады. Осыны есімізден шығармайық. Жақсы балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.